Сәлеметсіздерме, мен Көшенкөл ауылында тұрамын. Али Бигалиев атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің мектеп алы сыныбының тәрбиеленушісімін. Оранғали Аяна Маратқызы. Бұл менің әжем Нұрсұлу, бұл менің анам Айгерім. Және мен Аяна. Әжем, анам және мен байқауына қатысамын. Бізге сәттілік тілеңіздер. Әже, сіздер қандай тағам жасайын деп жатсыздар? Қызым, алда 22-сі Наурыз деген қазақтың мейрамы келатыр. Соған Наурыз көшесін жасайық деп жатырмыз. Кел отыра ғой, үйретейін саған. Наурыз көжесі деген 7 түрлі тамақтан жасалады. Наурыз көжесі ең бірінші бидайдан түйілген, бидай түйілген. Содан кейін құрт қосады, тұз, сүт, су, мейіз, ет, сосын кептірілген қазы. Осылардың бәрін қосып, наурыз көжесін жасайды. Алақай, мен де үйренем. Сен не істеп жатсыз? Көже даярладық, енді наурызға бауырсақ пісіреміз. Әже, маған да үйретіңізші. Әже, мен сізге даппақ айтып берейін бе? Айта ғой жаным. Әже, менің асыл жаным жақсылыққа үйретіп, жамандықтан шектейді, әжеме ешкім жетпейді. Айналайын, бақытты бол. Кем оңайған қыз жылаған ол, анамның ақ жаулығы әппақ-әппақ. Айналдым пейіліңнен қардан әппақ. Анашым ақ баданның арқасында, басымда тұрады әркез бақ қонақта. Әжем екеуміз жасаған бауырсақ дайын. Наурыз көжеміз де дайын болды. Қызым, бәрін татып көресің бе? Иә. Анашым, наурыз көжеңіз өте дайынды болған екен. Ас болсын, қызым. Бақ қонақта анамның ақ жаулығы әппақ-әппақ. Айналдым пейіліңнен қардан әппақ. Анашым ақ батаның арқасында, басымда тұрады әркез бақ қонақта.